Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Егер ұйқысыздықтан шаршасаңыз, бұл видео сізге арналған. Бүгін мен ұйқыны жақсартатын халықтық және медициналық әдістерді айтып беремін. Ұйқы денсаулық негізі. Ұйқы тек тынығу емес. Ұйқы иммунитет, көңіл-күй, жүрек пен ми жұмысының кепілі. Ал ұйқысыздық ағзаға үлкен соққы. Кейбір адамдар ұйықтай алмай ұзақ жатады. Біреулер түн ортасында оянып кетеді. Енді біреулер таңы атқанша көз іле алмайды. Мұндайда не істеу керек? Халықтық тәсілдер. 1. Лаванда мен бал қоспасы. 1 стақан жылы су алыңыз. Оған 1 шай қасық табиғи бал қосыңыз. 1-2 тамшы лаванда майын тамызыңыз. Жатар алдында жайлап ішіңіз. Бұл қоспа жүйке жүйесін тыныштандырып, мелатонин, ұйқы гормонының бөлінуін арттырады. 2. Аяқты жылы суға салу. Табаққа ыстық су құйып, 10-15 минутқа аяғыңызды салып отырыңыз. Бұл қан айналымды жақсартып, денені босаңсытады. Ауылдағы әжелеріміз жиі қолданған қарапайым әрі пайдалы әдіс. Жылы сулы сүлгі қою. Жылы сулы сүлгіні маңдайға қойып, 5-10 минут жатыңыз. Бұл миға демалыс сигналы береді. Көз өздігінен жұмыла бастайды. 5. Ұйықтар алдында шөп шайлар ішу. Мелисса, түймедақ, жөке, липа. Осы шөптерден дайындалған шайлар жүйкені тыныштандырады. Ұйқыны жеңілдетеді. Қорытынды. Ұйқысыздық емделетін жағдай. Ең бастысы, денені де, жанды да тыныштандыру. Кешкісін экраннан алыстап, жылы шай ішіп тыныс жаттығуын жасап көріңіз. Егер ұйқы ұзақ уақытқа бұзылса, дәрігер көмегіне жүгініңіз. Ұйқыңыз тыныш болсын. Тәніңіз сау, жаныңыз жайлы болсын. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Келесі жолы тағы да пайдалы кеңес айтамын.